қара алтынға толы қазыналы өлке Атыраудамыз. Мұнай саласы ел экономикасының негізі. Ал бұл жолда еңбек етіп жүрген жандар кім? Бүгін біз мұнай өндірісінің қыр-сырымен танысып, осы саланың қазанында қайнап жүрген мамандармен сұхбаттасамыз. Ұлттық арнада еңбек адамы. Жаңаталап кен орнына жеттік. Мұнда өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай жүздеген ұңғы бар. Сондағы ең маңызды жұмыстардың бірі мұнай және газ өндіру операторы. Қазір жұмысын атқарып арылап жүрген сыңайлы танысайық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Тұра беріңіз, қазір барам қасыңызға. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Сіздің жұмысыңыз, негізгі жұмысыңыз, таныстырып жатырмыз, мұнай және газ өндіру операторы, иә? Немен айналысасыздар? Жалпы негізгі міндетіміз мұнай ұңғымалары, құмырлары, солардың үздіксіз жұмыс жасауын қадағалап бақылау. Тұрақты жұмыс істеп тұру керек. Тұрақты жұмыс істеп тұру керек. Күнделікті қысымын қарап тұрамыз. Егер де түрлі мәселелер шығып жатса, сіздер өздеріңіз жөндейсіздер ме, әлде? Алдымен іштегі инженерлерге хабарласамыз, шеберге айтамыз. Содан кейін ары қарай жоспарлаймыз, қандай жұмыстар жасалу керек екенін. Түсінікті. Жоғарыдағы жұмыс аяқталды ма? Жұмыс аяқтап болды. Түсеміз ба? Абылай, жасыңыз нешеде? Жасым 30-да қазір. 30-дасыз. Құрдас екенбіз. Қашан келдіңіз мұнда? Қалай келдіңіз мұнда? Қалай басталды бәрі? Атырау мұнай және газ университетін оқыдым. Сол уақытта осы компаниямен дуальдық оқыту жүйесі болды, ибо мұнай газымен бірге. Бұл яғни 14 күн тәжірибеде боламыз өндірісте. 14 күн университетте оқимыз. Оқу біткеннен кейін компанияға тест тапсырып, жұмысқа орналастыңыз. Ресми жұмысқа орналастыңыз. Қағаз шықты, құжат тапсырылды, одан кейін осында келдіңіз. Қандай сезім болды сол кезде? Бәрі басталды ма деген сезім бе? Жақсы қуаныш сезім ғой. Өз мамандығыңмен оқыған, солмен жұмыс жасаған әрі адамның мақсаты ғой. Мұндай желді көрдіңіз ғой келген кезде? Дәл осындай жел болды ма? Күнде осындай жел ма мұнда? Болып тұрады, далалы жері боласын. Жалпы мұнай және газ өндіру оператор дегеніміз бұл ауа райының қолайсыздығына қарамастан, күннің ыстылығына, салқындық борандарда өндірісті тоқтатпауымыз керек, өндірістер жүрміз күнде. Ендеше біз қазір осы кен орнын аралап өтейік. Жатақханада тынығу орнында сізбен алдағы уақытта жолығармыз, иә? Сізде жұмысыңызды жалғастыра берсеңіз болады. Кен орнындағы тағы бір ұңғының бірінде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан сыңайлы. Ассалаумағалейкум өке. Қалайсыздар жігіттер, ассалаумағалейкум. Баруға бола ма? Болмай ма? Жарайды. Қауіпсіздік ережелері сыңайлы, келіңізші. Сізбен сөйлесейік әзірге. Не болып жатыр мұнда? Мұнда қазіргі таңда Жаңаталап кен алаңында 38-ші ұңғыда сорап ауыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Бізге баруға болмайды, сіздерге мына жерге баруға болмайды. Сержан сіздің жасыңыз нешеде? Менің жасым бұйыртса 49-да. 49-да? Қанша уақыт болды жұмыс істеп жүргеніңізге? 30 жыл, 29 жыл болды. 29 жыл болды кен орнында жүргеніңізге. Кен орнында жүргенімізге. Қалай өтті 30 жыл? 30 жыл болсын. Бір адамның өмірін осында сүрдіңіз. Иә, осы жерде жақсы. Өте тамаша өтіп жатыр. Кен алаңы деген өте ерекшелігі бар, өзінің қызығы бар, өзінің шыжығы бар дейді ғой. Сондай жақсы. Қандай қызығы бар, қандай шыжығы бар? Қыстың күндері, жаздың күндергі ыстық апталған ыстықтарда кішкене қиыншылықтар туғызады. Жасаған жұмысымызды нақты жақсы нәтиже көрсеткен жағдайда енді қуанышты болады. Сіз жаңа бала-шағаңыз, отбасыңыз? Бала-шағам, немере? Немере бар, балдарым бар, келінім бар, немерем бар. 4 ұл, 1 қызым бар. Мұнайға барам дейтін шығар ол кісілерде. Жалпы енді жұмыстар жасап жатыр, мұнай саласына қарай бағытталады ғой енді балдар. Сіз қалай келдіңіз, не себепті келдіңіз? Мен осы салаға 19 жасында келдім. 3-ші разрядты қызметкері болып, содан осы салаға жайлап осы жерасты жай жөндеу цехына қарай қазір жасап жатқан жағдайым. Саты-сатымен өсіп жатырмыз. Саты-сатымен өсіп жатырмыз, иә. Жігіттер, не істеп жатыр дәл қазір? Қандай сатыға келді? Жігіттер дәл қазір құбыр көтеру, ұңғыдағы құбырларды көтеріп, жер бетіне орналастыру жұмыстары жүріп жатыр. Түсінікті. Онда сәл күте тұрайық, жігіттер де босайтын шығар операторлар, олармен де сұхбаттасамыз. Суқарын тазалап жүрсең. Қайырлы күн, іске сәт. Аяқталды ма? Бола ма біз сіздерге жақындауға? Жұмысымыз аяқталды. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Іске сәт.
Бауыржан мырза, қанша уақыт болды келгеніңізге бұл салаға? 2013-тен бері жасап жатырмын осы салада. Қазіргі уақытта 5-ші разрядты оператормын. Мұнай өндіретін жерде жұмыс істейсіз? Иә. Балаларыңызға, туған туысқандарыңызға, жақындарыңызға айтқан кезде қандай сезімде боласыз? Ағайындарым, бауырларым бәрі қуанады, осындай салада жұмыс жасап отқаныма. Біз ары қарай енді осы мұнайды өндіресіздер ғой сіздер. Мұны өндіріп болғаннан кейін мұнайды ары қарай Қазақстан бойынша, әлем бойынша таратады. Труба арқылы таратады екен. Ол кісілердің де операторлар бар екен, е? Бар, Сол кісілермен танысайық, сол кісілердің жұмысын білейік ары қарай. Сізге рахмет, іске сәт. Тынығу орнына келдік. Мұнайшылар, мұнай газ өндіретін мамандар мұнда өзінің өмірдің жартысын өткізеді. 15 күн вақтыда, 30 күн вақтыда өткізетіндер бар. Демек, осы сала өкілдері үшін тынығу да өте маңызды деген сөз, яғни өмірдің жартысы өтіп жатыр. Сондықтан арнайы жатақханаға осы тынығу орнына да келдік, бильярдты көрдік, тағы да қандай қызықтар бар. Бұл аумақта дәл осы жатақханадан бөлек тағы да басқа ғимараттар бар екен. Танысайық. Тағы бір жатақхана бар екен бұл аумақта. Құрылысы бөлек, көріп тұрғандарыңыздай. Мұнда да тіршілік бар секілді. Кіріп көрейікші. Қайырлы күн жатақханасында. Саламатсыздар ма? Мәссаған. Енді үйреніп жатқан сияқтысыз, е? Бір сәт тұра тұрасыз. Сізбен танысайық, сөйлесек, е? Гүлшара ханым, жатақхананы таныстырып бересіз бізге? Қанша адам тұрады? 30 кісілік мынау, 30 кісілік жүреді, жатақхана. Қайырлы күн, іске сәт. Жерде бильярды ойнап жатыр жігіттер, алға қарай жүріңіздер. Мынау мына раздевалка, киім шешінетін, мына рабочий киімдерін қоятын бөлмелері. Яғни бұл жерде жұмысын аяқтап келген мұнайшылар тынығады, бір-біріне сөйлеседі, ақылдасады. Кешкісін жұмыстан келгеннен кейін тынығып, мына жерде демалыс. Қайырлы күн. Енді әзірге ешкім жоқ, бәрі жұмыста. Бәрі жұмыста. Күндізгі бөлімде кешкі сағат 8-де жұмысшылар келеді. Сізде 15 күн жұмыс істейсіз. 15 күн жұмыс жасаймыз. 15 күн жұмыс істейсіз, және 15 күн қаладасыз үй ішінде. Қалада өзінің үй ішімізбен бірге болып демаламыз. Яғни Қазақстанның мұнай газ саласына сіздің де үлесіңіз бар деген сөз ба? Біздердің де үлесіміз бар осы арада жүрген. Сезінесіз бе осы? Сезінемін. Мұнайшылармен бірге жұмыс жасағасын, мұнайшылардың қастанда олардың өмірлерін көресің, қалай жүріп жатқандарын. Сол өзіңді де мұнайшы ретінде сезінесің ғой, бірге жүріп қастанда. Рахмет сізге. Біз ары қарай кеттік. Сау болыңыздар. Рахмет сіздерге де. Сіздерге рахмет, сау болыңыз. Жақын аумақта оқу жаттығу алаңы да бар екен. Арнайы Абылайханмен келдік мұнда. Себебі мұнайшылар арасында үздіктерді анықтайтын конкурста осында өтеді, ал Абылайхан соның жеңімпазы. Ендеше ішін аралап көрейік, бірнеше сауалдар да бар, таныстырып өтсең, е? Мұнда оқу жаттығу алаңы, бұл жерде үздік маман байқау болып тұрады, әр мамандық бойынша. Әр мамандықтың өз қондырғысы бар, технологиясы бәрі қарастырылған. Сіздікі қайсы? Менікі мынау ұңғыма. Не тұр екен? Не үшін мұнай саласына мамандар келгісі келеді? Ол әрине жалақы, ол әрине статус, және сонымен қатар сен секілді осы бір салада дамығысы келетін, өскісі келетін, оны зерттеп білгісі келетіндер де бар ғой. Ондай мүмкін. Тек қана жалақы үшін келмейді ғой дегенім ғой. Бұл жастарға көп мүмкіншілік қарастырылған негізі біздің компанияда. Сол үздік маман байқауы болып тұрады жыл сайын. Осыған қатысып үздік атауға тырысамыз бәріміз. Жыл сайын қатысасың? Мен жыл сайын қатысып жүрмін. Неше жыл қатысың? Соңғы 4 жыл қатарынан қатысқан болармын. Оған дейін бұлай жүлделі орынды алғанмен тек осы жылы алдым бірінші орында. Үздіксің деп айтуға болады. Өзісіңнің үздігі деп айтуға болады. Рахмет, танысқаныма қуаныштымын. Алдағы уақытта тағы да жүздесіп қалармыз бәлкім. Алдағы уақытта. Сізге де іске сәт. Сау болыңыз. Бір баррель мұнайдан 500-ге жуық өнім өндіріледі. Мұнай ол тек қана бензин емес. Одан пластикте, дәрі-дәрмекте, тіпті косметика мен киім-кешекте дайындалады. Біз көрген шикізат құбырлар арқылы Қазақстандағы ең алғашқы мұнай өңдеу зауытына
келді. Өкінішке қарай мұндағы зауыттың жүрегіндегі мамандармен сұхбаттаса алмаймыз, өте қауіпті. Сондықтан дәл қазір басқару пультіне барайық, ол жақта да мамандардың жұмысымен танысақ болады. Қайырлы күн. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Қазақстан ұлттық арнасынан журналист, есім Құдайберген. Сіз несіңіз? Мен Әженов Жанболат. Жанболат мырза, сіздің жұмысыңызбен танысайық, иә? Рұқсат болса, мүмкіндік болса, жайғасып отырып алайық. Қашан келдіңіз бұл салаға? 2 жыл банағы отан алдында борышымды өтеп 80-ші жылы келіп, содан 87-ші жылы январдан бастап осы Жайық-Мұнайгаз басқармасының ол кезде банағы құрылыс цехы дейтін бар. Сонда жұмысқа кірдім ең бірінші. Кім болып жұмысқа кірдіңіз? Разнорабочий дейді ғой енді, жұмысшы болып кірдім. Содан 1 жыл жұмыс жасадым. Осы үй салдық. Ол кезде мұнайшыларға үй салады. 1 жылдай жұмыс жасадым. Сосын банағы мұнда бір бағдарлама болып, жұмыс жасап отқан жұмысшыларды банағы дайындық курсына жіберіп, Алматыдағы Қазпүт дейді ғой, политехникалық институт болды, Сатпаев атындағы. Содан өтіп, тапсырып, сосын сол оқуға түстім. Қандай мамандыққа оқуға түстіңіз? Осы инженер. Инженер. Одан кейін? Именно сол мұнай дайындау оператор болып жұмысқа орналастым. Ол кезде де дәл осындай технология бар ма еді? Қалай жұмыс істедіңіздер? Ол кезде дейтін бәрі қарапайым болды, маңдай монитор, маңдай дейтін бәрі жоқ. Кілең қағаз жүзінде болды бәрі. Қазір енді мына жерде түсінгенімше қазандықта қанша мұнай бар, қанша су бар, бәрі көрсетіп тұр. Деңгей өлшеуде көрсетіп тұрады. Газдың мысалы қанша давлениемен келіп жатқаны, пештің қандай температурамен жанып тұрғаны бәрі көрсетіп тұрады. Осы 2000 бер жағында уже автоматика бізге келе бастады. Оған дейін бәрі қарапайым болды. Қазақстанның өндірісінің негізі қозғаушы күші мұнай дейді. Атырауды мұнайдың астанасы дейді. Сол мұнай осы ғой енді. Осы. Сіздің қолыңыздан өтіп жатқан. Сол марқаямыз, мақтанамыз сол әңгіме. Осындай әңгіме болғанда, мысалы, біздің еңбегімізді мысалы бағаланып жатқан белгілерін көрмеген адамдар мысалы оңай көрінеді. Мысалы, ой, мұнайшы ақшасы көп банағы деп ойлайды ғой, бірақ енді бана ауа райында көріп жатсыз, күрт өзгеріп кетіп жатыр мысалы. Шаң тозаң деген сияқты. Қыстың кезінде мысалы жол жоқ, батпақ, балшық. Соны кешіп. Солай енді бір жағынан қызық. Ақшасы көп дедіңіз. Расымен ақшасы көп па? Жеткілікті ме? Жеткілікті, нормально. Бұл енді қуанышты дүние енді. Байса қазақ байсын. Енді ол еңбегіне байланысты төленіп жатқан өтемақы деп ойлаймыз. Жеткілікті ғой әйтеуір, соны ғой сұрап жатқан. Жеткілікті ғой, түсінікті. Бұл негізі мен мына мұнайға келген себебім менің ағам Әженов Қуанып дейтін. Осында оператор болып жасады кезінде. Сол кезде мен 8-9 оқимын. Соны еріп кетем, банағы қызық маған. Қазанға шығып, бірге шыққан сораптардың қасында жұмыс жасап жатады, соны қараймын. Содан енді бана қызығушылығым оянып, осы мамандық таңдап. Балалық шақтан басталған екен ғой онда сізде қызығушылық. Әдемі, сізбен танысқаныма қуаныштымын. Рахмет сізге. Іске сәт. Рахмет сіздерге де. Сау болыңыз. Сонымен, біз көрген ұңғылар болсын, басқа да мұнайды жинақтайтын құрылғылар болсын, оның барлығын атқаратын мұнайшылар. Олардың маңдай тері арқылы осында қазанға жинақталады. Көріп тұрғандарыңыздай, маңайында адамдар жоқ, себебі жұмыстың басым бөлігі автоматтандырылған. Ғалым мырза, осында екенсіз ғой? Қайырлы күн, тағы да. Отыра беріңіз, сіз жұмыс істей беріңіз. Жұмыс барысында әңгіме айтайық, танысайық сізбен. Алдыңызда қаншама монитор тұр. Демек, қаншама қондырғыны басқарып отырсыз деген сөз. Жұмысыңызды қысқа нұсқа бірінші рет осы зауытқа келіп тұрған адамға түсіндіріп беріңізші өтініш. Жалпы біздің қондырғымыз Парамакс технологиялық қондырғысы. Бұнда мониторлар көп болғанмен бізде секциялар бар. 600 секция, 650, 700, 800 және 900 көмеш секция болып бөлінеді. Жалпы Парамакс қондырғысында бізде параксиол өнімін өндіреміз. Параксиол өнімі жалпы біздер одан ХБ материалдар, банағы пластикалық бөтелкелер, тіпті дәрі-дәрмекте жасап жатады. Сол банағы сұйықтықты біз шығарамыз, біздің қондырғымызда. Жалпы елімізде мұнай химия саласы бойынша елімізде Атырау мұнай өңдеу зауыты ең алғашқы осы бензол параксиол өндіретін қондырғылары бар
зауыт болып саналады. Өзіңізге ұнайтын секілді бұл жұмыс. Әрине. Ұнайтын дүниені аса бір сондай бір ынтызарлықпен түсіндіріп жатсыз да, сондықтан мен тыңдай бергім келіп тұр. Жалпы өзімнің жұмысым ұнайды, иә. Бір скамборд шешкен сияқты да, бір былайша сөзбен айтқанда. Соны біліп, үйрену, дағдылану, сол кәсіптің, сол мамандықтың маманы болу, өзіме жалпы ұнайды, ары қарай алып кету деп түсіндіре аламын сізге. Ғалым мырза, үйленген екенсіз, қолыңыздан байқап. Әрине. Отбасыңыз жайында айтып беріңізші, білсек бола ма? Иә, отбасылымын 2020 жылы үйлендім, жолдасым және 2 балам, 1 қызым бар. 10 жыл, 20 жыл осы салада жүрген кісілермен сұхбаттасып жатырмыз, әңгіме айтып жатырмыз. Сіз қанша жыл болып келгеніңізге? Жалпы жуықтап алатын болсақ, менің өзім осы қондырғыда жұмыс жасағаныма 8 жылдың көлемі болады екен осы жыл. Тағы да 8 жыл осы қабырғада өткізуге дайынсыз ба? Әрине, Алла бұйыртып тұрса, бақ беріп тұрса, ары қарай осы жұмысым өзіме ұнайды, ары қарай алып кетуге тырысам. 30-ға дейін немесе біздің шамамызда қыз жігіттер, өзіңіз білесіз, зауытқа емес, IT болсын, болмаса мемлекеттік қызмет болсын, бұл да маңызды ғой енді. Әрине. Сол бағытта дамығысы келеді, сол бағытта өскісі келеді. Сәйкесінше өзіңіз секілді зауытқа немесе цехқа баратын жастар қатары азайып бара ма деген бір кішігірім қорқыныш бар. Не үшін жастар қазір 18-де немесе 21-де, 22-де жоғарғы білімі бар жастар, орта білімі бар жастар не үшін зауытқа келу керек? Әрбір жас болсын, үлкен кісі болсын, зауытқа келгенде бізде жұмысшыларға үлкен жалақы бар да, біріншіден. Әрбір адам нан тауып отыр да, отбасы үшін, үлкен жалақы үшін жұмысқа келеді деп білемін. Екіншіден, балалары балабақшаға баратын болса, балаларына балабақшасы зауыт төлеп беріп отыр. Спортпен айналсам деген жастарға спортпен айналысуға болады. Лайықты деңгейде құрмет көрсетіліп жатыр ма? Өзің секілді, әріптестерің секілді жұмысшыларға осы бір елеулі уақытта? Әрине, айтуыңыз дұрыс, қазіргі таңда президентіміз осы 2025 жылды жұмысшы мамандар жылы деп жариялаған болатын. Содан бері бізде мысалы жұмысшы мамандықтарға мысалы фестивальдар өтіп жатыр, өздеріңіз білесіздер, жұмысшы мамандықтар фестивалі. Алдағы уақытта мысалы бізде Шымкент қаласында форум өткелі жатыр да. Осы жұмысшы мамандар жылында зауытымыздың 80 жылдық мерейтойында осындай алпауыт кәсіпорында өзімнің жұмыс жасайтынымды мақтан тұтам. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Алғыс айтам және алдағы уақытта да өрлей беріңіз, өсе беріңіз, арманыңыз орындалсын. Құрдас. Әмин, рахмет сізге де көп. Анализ дедіңіз ғой. Яғни ол зертханаға барылады. Зертханада, иә. Бізде зертханаға барайық. Зертханадағы жұмыспен бізде танысайық. Қайырлы күн. Сынамамен бірге менде Қазақстан ұлттық арнасы Құдайберген есімін сізге келдік. Бұл не үшін, не себепті сізге келді? Не істейсіз қазір? Қазір маған дейтін бұл авиа отыны сынама алынды сағат өзінің белгілі бір уақытында. Қазір маған бұны дейтін төменгі температурада кристалл түйіршіктерінің пайда болу анализін алып келді. Бұл авиация отыны ма сонда? Иә, бұл дейтін авиа отыны. Авиа отыны. Ақ бола ма? Иә, бұл өзі сондай түссіз. Біз мұнайды, бензинді қара түсті болып елестетеміз. Жұрттың бәрі сөйтіп шатастырады негізі. Енді сіз қазір мұны сынаманы аласыздағыны, алдыңызда түрлі құрылғылар тұр екен. Не істейсіз бұнымен? Төменгі температурада кристалл талшықтарының пайда болу сынамасын жүргізіп жатырмын. Осы проверкаға қиямыз. Басқа құрылғыға апарамыз. Басқа құрылғыға апарамыз. Бізде әрбір сынама міндетті түрде дейтін вытяжканың астында жүру керек. Себебі өзімді денсаулығымды нетуім керекпін ғой. Қауіпті емес пе? Жоқ, қауіпті. Қауіпті, бірақ әрбір жұмыстың өзінің қиындығы бар ғой, соған үйренгенбіз. Негізі мен жұмысқа тұрғанда, ең бірінші 2008 жылы жұмысқа кіргенімде, менің дейтін ол кездегі мамандығым сынама алушы мамандығы болды. Содан мен дейтін 2014 жылы химиялық талдау лаборанты 4-ші дәрежелі лаборантына ауыстым. Не істеп жатсыз қазір? Қазір біз смешанный индикатордың көмегімен, натрий OH-ның көмегімен титрлейміз. Егер де қазір переход цвет болады, қазір түсі өзгерген. Сол титр бойынша есептеп, осы өнімнің құрамындағы сера қандай мөлшерде екенін анықтап береміз. Жұмысыңыз ұнай ма? Өзіме жұмысым ұнайды. Көрдіңіз бе міне?
натрий OH-та араластырсақ, сиқыр ма? Жоқ, сиқыр емес, енді ол дейтін боста стандарт, сапа стандартына методика сүйеніп жасап отырмыз ғой. Айгүл ханым, сіз осы бір үлкен бір мұнай саласының бір бөлшегісіз. Әрине болады, мақтаныш болады, себебі дейтін біздің жасаған талдауларымыздың арқасында мұнай өнімдері паспортталанады, сертификацияланады, декларацияланады. Рахмет сізге, Айгүл ханым. Сіздің әріптестеріңіздің атынан және барша қазақстандықтардың атынан рахмет. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Құдай берген, Қазақстан ұлттық арнасы. Қайда қарап жатсыз? Не қарап жатсыз қазір? Қазір мында құйылып жатқан налив құйылып жатыр бізде. Содан мынау бізде автоматты түрде мына жерде давлениелерді қарап отырмыз. Мына насостылар қысып кетпеу керек. Мына жерде мына ящиктеріміз, бағана охлаждающий, солардың температурасын қараймыз. Расул мырза, құйылып жатқан көзбен көріп, қолмен ұстасақ бола ма? Жақынырақ барсақ? Әрине болады қазір. Расул мырза, қазір қандай жұмыс жүргізіліп жатыр? Қазір бізде нақты уақытта қазір налив жүргізіп жатыр. Мына жерде құйылып жатқан қазір цистерна қазандар мына тұрған дизельный топливо дейді бізде. Солярка. Қолмен құймайсыздар ғой? Жоқ, мұнда бәрі қолмен құйылмайды. Мұнда тактовый налив дейді. Бұда тек бәрі герметичный, бәрі іште аппаратпен, немен, пультпен құйылады. Аппаратты, пультті көрсек бола ма? Болады, әрине. Қай жақта? Ішке қарай болады. Бір вагонда қанша тонна мұнай өнімдері болады осы? Бұл вагонда 60-66 тоннаға дейін құйылады. Басқару пульті деген осы ғой? Осы. 17 жыл бұрын келдіңіз. 17 жыл болды. 17 жыл бұрын дәл осындай технология бар ма еді? Бұндай технология болған жоқ. Мына бертін келе салынды. Мына жақта жігіттер не істеп жатыр? Ассалаумағалейкум, сізге. Бұл жақта жігіттер мына нелерге қарап отырады бәрін. Ана жерде давление болмау керек. Қондырғыларды қосып өшіріп отырады осы жерде. Операторлар бәрін қарап. Күніне қанша қазан толтырасыздар? Қазан деген яғни вагон ғой. Вагондар, иә. Күніне қаншасын толтырасыздар? Күніне 80 құямыз бар кезде. Осы мұнай зауытының, мұнайшылардың соңғы жұмысы сіздердікі ғой? Соңғы жұмыс біздікі. Бензин шығарады, солярка шығарады, реактивный топливо шығарады. Содан шыққан продуктыны через резервуар бізге мына линия арқылы келеді мұнда. Труба арқылы келеді. Сосын бізге келгеннен кейін біздер мына құйып, соңғы құйып отправка жасайды, өшірілетін салады қазандарға. Осы бағдарламада біз бұрғылау мамандарынан бастап, яғни жерден қара алтынды қазып алатын мамандардан бастап, оны өңдеп, сараптама жүргізіп, белгілі өнімге айналдырып, әрі қарай Қазақстанға немесе әлемге тарататын сіздерге дейін жетіп жатырмыз. Сіздердің жұмыстарыңыз өте жауапкершілікке толысынды. Зауыттан шыққан продуктыны біздер құюымыз керек. Оны досконально дұрыстап құюымыз керек. Ешқандай төгілу болмау керек. Оның бәрі бір тамшы төгілмеген. Ана жерде қарап отырсаң, ештеңе ақпайды. Әрбір тамшы сіз секілді мұнайшының маңдай тері дейсіз. Маңдай тері ол дейтін. Ендігі қызмет, Расул мырза? Ендігі қызметіміз мына жерден қазір мына құйылған продуктыдан мынаған анализ аламыз. Оны анализі ішке жіберіледі, іштен анализді полный несін қарайды, паспорт шығарады осыған қарап. Мына жерде мына траптар бар. Мынау қозғалады. Қазір мынау түсті, бұл автоматты түрде уже тоқтайды мынаны бәрі. Так, не істеп жатсыз? Отбор анализ дейді бұны. Қолыңыздағы құрылғының аты қандай? Бұл отборник дейді бұны. Ауылда су алатын едік қой, білесіз бе? Жердің астынан дәл сондай ғой. Қауға дейді оны. Рас, сіз қазір су алып жатқан жоқсыз, мұнай алып жатсыз. Мұнайдан шыққан өнім алып жатырмын. 17 жыл болды ма енді? Расул мырза, осы іспен айналысып жүргеніңізге? Осы іспен айналысып жүргенге 17 жыл болды. Әр қазаннан бір-бірден алынады. Енді мұны мына жерге қоямыз. Мына құйылған қазандардың әрбіреуінен бір-бірден мынадан алынады. Болды, осылай күнделікті жұмысыңыз. Мен осы жерде жұмыс істеп жатырмын 17 жыл бойы. Мысалға, менің балаларымнан сұрауым мүмкін, әкеңіз қайда жұмыс істейді деп. Әкем мұнайшы. Ана осындай жерден бензин шығарады дегені өзім мақтаныш. Қызымды да, баламды сол мұнайшыға оқытып отырмын қазір. Өздерінің қалауына ол? Өзінің қалауы. Бұйыртса, қызым 3-ші курс, балам 2-ші курс оқиды. Яғни сіздің өміріңізден шабыт алды деген сөз ғой балаларыңыз? Шабыт алып тұр өзімнің өмірімнен. Әкем жолын қуам дейді. Сіз оны, балам қайта бұл өте қауіпті, ауыр іс, басқа жерге барсайшы деген секілді дүниелер айтылған жоқ па? Жоқ, өзім таңдауым да сол, балдарым да таңдауы сол. Қуандыңыз ғой қайта соны таңдаған кезде? Қуандым, иә. Іске қазір мұнайға көптеген өнімдер байланысты өзіңіз білетіндей. Авиациядан бастап
көлікке дейін және пластмасса өнімдері болсын, оның барлығы мінекей осы бір жұмыстан басталады. Ана жерден алып келді, өндіріп алып келді, сіздің қолыңызға жетті, сіздің қолыңыз арқылы бүкіл Қазақстанға тарады, бүкіл әлемге тарады. Сол үшін рахмет сізге. Түнгі ауысым, қауіп пен тәуекел, тертөкті еңбек мұнайшыларымызға қатысты айтылғандай. Олардың басты мақсаты еліміздің экономикасын дамыту. Қарапайым, бірақ қажырлы еңбек адамдары, мұнайшыларымыз осындай. Келесі аптада жүздескенше.